Қайырлы күн қыздар. Менің қазір ойыма мынандай нәрсе келіп тұр. БАДы, биологическая активная добавка дейміз. Тамаққа қосымша активтендіретін сол препарат, сол қандай да бір дәрумендер ішетін болсаңыз, соның қызметін күшейтетін препараттар. Сонымен қатар арықтауға арналған препараттар. Қазір өте көп рынокта осыларды қолдануға жалпы болады ма деген сіздерге сұрақ. Біріншіден қыздар, БАДы, егер де сіздер бір жақсы фирманікі болатын болса, оның құрамына қарау керек. Ол жерде бүкіл витаминдердің жиынтығы бар болатын болса, именно мысалға Д витамин дейміз, Е витамин дейміз, тағы да витаминдер дейміз, егер де солар болатын болса, оларды қабылдауға болады. Бірақ беталды емес. Арнайы, тексерілген, сертификатталған, жақсы өнімдерді қолдануға болады. Бірақ арықтауға арналған препараттарды қабылдауға болмайды. Неге? Өйткені ол сіздің метаболизміңізді бұзуы мүмкін. Сіздің ағзаға кедергісін келтіру мүмкін. Немесе мысалы қандай да бір асқазаныңызда ойық жара болатын болса, қабыну процесі болатын болса, немесе өт жолдарыңызда да сондай қабыну процесі болатын болса, тас болатын болса, тұз болатын болса, міне солардың барлығын не істеуі мүмкін, өршітіп жіберу мүмкін. Өйткені бізде көп қолданатын мысалы арықтауға арналған препараттарымыз именно өт айдағыш дейміз, слабительный дейміз, мысалы ағзаңыздан керексіз, керекті. Ол препараттар сіздің ағзаңызға не керек емес екенін білмейді. Сол себепті автоматты түрде ағзаңыздан керекті амин қышқылдарын, немесе керекті дәрумендерді барлығын ағзаңыздан жуып шайып отыру мүмкін. Сонымен қатар асқазан ішек жолдарының бүрлерін бұзуы мүмкін. Сол себепті ол ағзаңызға ненің қажет емес екенін білмейтін болғандықтан бекерде сыртқа шығарып отыратын болады. Сол себепті арықтауға арналған препараттарды қолдануға болмайды. Ең дұрысы қыздар, ең дұрысы кәдімгі арнайы аптекадан алынған дәрумендер қолдану керек. Біріншіден, екіншіден дұрыс тамақтану керек, үшіншіден дұрыс тынығу керек, және төртіншіден міндетті түрде спорт болу керек. Өйткені сіз арықтаған күнде де сіздің бұлшықеттеріңіз әлсіреуі мүмкін, мына терілеріңіз кішкене салбырау болуы мүмкін. Сол себепті соның барлығы мына силуетіңізді әдемілеу үшін, бұлшықеттеріңіздің тонусын жақсарту үшін, оны қатайту үшін спортты міндетті түрде қосу керек. Сонымен қатар дұрыс тамақтану қыздар. Дұрыс тамақтануға бізге не жатады? Ет өнімдерін, сүт өнімдерін, көкөністер, жеміс-жидектер барлығын қажетті мөлшерде дұрыс қабылдайтын болсаңыз, дұрыс тынығатын болсаңыз, сіздің салмағыңыз нормада болады. Ешқандай арықтауға арналған препараттарды қолдануды қажет етпейді. Дендеріңіз сау болсын, әдемі болып жүруге тырысыңыздар.